Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай ерекше тағам дайындайтын боламыз. Қазіргі таңда хит болған түріктердің ең сүйіп жейтін тағамы, көпшілігінің көңілінен шыққан маклубе тағамын дайындауды үйрететін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге керек болады малдың еті, сәбіз, картоп және пияз керек болады. Видеода көрсетілгендей еттерімізді турап аламыз. Дәл осылай барлық еттерімізді әдемілеп турап аламыз. Тағамымызға керек ингредиенттерді описанияға жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден толық рецептін көре аласыздар. Ал етімізді де турап алдық. Енді картопымызды дәл осылай думалақ етіп, жұқа да емес, қалың да емес, орташа етіп турап аламыз. Ал енді сәбізімізді де дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, жұқа да емес, қалың да емес, орташа етіп турап аламыз. Пияздарымызды думалақ етіп, дәл осылай турап аламыз. Ал енді газға табамызды қойып, кішкене май саламыз. Сұйық май салып, етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Біздің етіміз жұмсақ пісу үшін 1-2 сағат пісіруіміз керек. Алдымен жақсылап қуырып аламыз, кішкене тұз саламыз, араластырып кішкене қара бұрыш саламыз. Тағы жақсылап араластырып қуырылғаннан кейін суымызды құямыз. Енді газымызды баяу етіп қоямыз және қапқағын жауып 1-2 сағат қайнатып аламыз. Енді біздің етіміз дайын болғанға дейін картоптарымызды қуырып алатын боламыз. Дәл осылай жақсылап қуырып аламыз, қызартырып. Пісіп кетуі керек емес, қызарып шықса жетеді. Ыдысымызға дәл осылай қағаз сүлгі салып, жақсылап майларын сұрықтырып аламыз. Картоптарымызды бірінен кейін бірін салып, жақсылап қызартырып қуырып аламыз. Қызарған картоптарымызды қағаз сүлгінің үстіне аламыз. Ал енді бірінен кейін бірін салып сәбіздерімізді қуыратын боламыз. Сәбіздерімізді де қуырып алдық, енді қағаз сүлгінің үстіне аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдардың түрлері, десерттер, салаттар, пирогтардың түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Біздің сәбіздеріміз қызарып шықты, енді ыдысымызға аламыз. Ал енді табамызды газға қойып, сұйық майымызды саламыз. Енді жуып алған тап-таза күрішімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырғанымыздың себебі күріштеріміз піскен кезде ажыралып тұрады. Ал енді күркума саламыз. Күркуманы салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Тұз саламыз және кішкене қара бұрыш саламыз. Енді жақсылап күрішімізді 1-2 минут қуырып аламыз. Күріштеріміз де қуырылды, енді ыдысымызға саламыз. Біздің барлық заттарымыз дайын болды. Енді мен дәл осылай кастрюль қолдандым, кішкене май салдым. Сіздердің пісіретін ыдыстарыңыздың асты қалыңдау болуы керек. Енді пияздарымызды дәл осылай бірінен кейін бірін салып шығамыз. Сәбіздерімізді де әдемілеп бір шеттен салып шығамыз. Ал енді етімізді саламыз. Барлық жеріне бірдей етіп тегістеп, үстінен картоптарымызды саламыз. Достар, әрбірін салып жатқанда арасына кішкене тұз сеуіп отырсаңыздар болады. Мен тұз сепкен жоқпын, жаңа қуырып жатқанда етке тұз салдым, күрішке де тұз салдым. Енді дәл осылай күріштерімізді салып, басып қоямыз. Піскен кезде шашылып кетпеу үшін. Қолыңызбен де жақсылап бассаңыздар болады. Ал енді күріштеріміздің бетін жауып, су құйып аламыз.
Кайнаган суу болуу керек. Мен кайнаган суума кичкене туз салып, жакшылап араластырдым. Енді жақсылап араластырып алғаннан кейін күрішімнің үстінен құйып шықтым. Біздің суымыз күрішімізді жауып тұруы керек. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп құйып аласыздар. Енді газға қойып, жақсылап қайнатып, суларын сорғытырып аламыз. Ал енді үстін жауып 30 минутқа газдың астын төмен етіп қоямыз. Ал енді біздің тамағымыз дайын болғанға дейін салатымызды дайындап аламыз. Қиярымызды дәл осылай жұқа етіп турап аламыз. Помидорымызды да жақсылап турап аламыз. Енді редискамызды да дәл осылай турап аламыз. Дәл осылай көкөністерді де турап саламыз. Кішкене тұз салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Біздің тамағымыз да пісіп шықты. Енді дәл осылай үлкендеу ыдысқа саламыз. Үстінен 1-2 рет қасықпен ұрамыз, жандарынан да ұрамыз. Барлық жері бірдей болып түсу үшін. Ал біздің тамағымыз да дайын болды. Енді жандарына дәл осылай салаттарымызды жайғастырып аламыз. Енді дәл осылай сұйық кефир қолдандым мен, өздеріңіз қалаған кефирлеріңізді қолдана аласыздар. Ал достар, өте керемет, ерекше тағамымыз да дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте тамаша, ерекше болады. Дәмдері де өзгеше болып піседі. Ал достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сәттілік сіздерге.